Мұражай – туған еліміздің асыл қазынасы. Ол оқушыларды, жалпы жұртшылықты өлкеміздің шежіресімен таныстыра отырып, оны қастерлеуге тәрбиелейді. Мұражай тарихи ғылыми дерек ретіндегі ескерткіштерді, өнер туындыларын, мәдени құндылықтарды, тағы басқа мұраларды сақтап, жинақтап, ғылыми танымдық қызмет атқаратын мекеме. Мұражай заттық және рухани құндылықтарды танытуда, ғылыми тұрғыда зерттеп, оның нәтижелерін насихаттауда, осы негізде тәлім-тәрбие беруде маңызды рөл атқарады. Мұражай ғылымның, білімнің, мәдениеттің қалыптасуына ықпал ететін ғылыми мекеме ретінде өскелең ұрпақтың тәрбиесіне, тарихи сананың қалыптасуына ықпал етеді. Қайырлы күн, әріптестер! Сарғайса да тарихтың ақ парағы, ол күндер мәңгі есте сақталады. Ешкімде ешқашанда ұмытылмайды дегендей, осы мақсатта мектебімізде 2020 жылдың қазан айының 7 күні Ұлы Отан соғысы, ауған соғысы және де тәжік-ауған қақтығысына арналған мұражайымыздың бұрышы ашылған болатын. Көріп отқандарыңыздай, бұл тақталарда 1941-1945 жылдары болған Ұлы Отан соғысы, 1979-1989 жылы болған ауған соғысы және де тәжік-ауған қақтығысына қатысқан жауынгерлердің, яғни ардагерлеріміздің және де суреттері, сонымен қатар мәліметтер сақталған болатын. Осы мәліметтерді қазіргі заман талабына сай QR-код арқылы оқуға болады. Адамзат тарихында 1543 рет соғыс болды. Соның ішінде ең қауіптісі Екінші дүниежүзілік соғыс еді. Оған әлемнің 72 мемлекеті қатысып, 62 миллион адам ажал құшты. Соғыс жылдары кеңес әскері қатарына 1.200.000 қазақстандық шақырылды. Оның 601 мыңы елге оралған жоқ. Маңғыстаулық азаматтар да Ұлы Отан соғысына аттанып, елді жерді жаудан қорғады. Мәди Бегенов, Жұмағали Қалдықараев, Исатай Сүйеубаев, Біләл Қалиев Кеңес одағының батыр атағына ие болды. Сонымен қатар Мұнайлы ауданында жауынгер, ардагер аталарымыз қатысқан болатын. Бүгінгі таңда осы ардагер аталарымыздың ұрпақтары әр салада жемісті еңбек етуде. 1979-1989 жылдары болған ауған соғысы. Ауғанстан үкіметінің сұрауымен 1979 жылы 25 желтоқсанда Кеңес одағы өз әскерін ауған жеріне кіргізді. Қазақстаннан ауған соғысына 22 мың адам қатысып, олардың 924-і қаза тапты, 21 адам хабарсыз кетті. 10 жылға созылған соғыс 1989 жылы 15 ақпанда аяқталды. Бұл соғысқа да маңғыстаулықтар қатысқан болатын. Мектебіміздің 1986 жылғы түлегі Еркінбаев Өмірбек Келдібаевич осы қанды майданға қатысқан болатын. 1993 жылы 15 сәуір Тәжік-ауған шекарасының құрылған күні. Сыртқы шекараны күшейту үшін Тәжік-ауған шекарасында қазақстандық азаматтар өз міндеттерін орындады. 1993-2001 жылдар аралығында Тәжік-ауған қақтығысы кезінде 35 қазақстандық сарбаз қаза тапты. Мектебіміздің түлегі Сәрсенбаев Сезбай Қуанышбекұлы осы қанды майданға қатысқан болатын. Тәжік-ауған шекарасындағы қақтығысқа қатысқан азаматтардың бірі мектебіміздің басшысы Ташев Мәди Қалашұлы да бар еді. Ел басына күн туғанда ерлік көрсетіп, жанын арының садақасы еткен мәңгі ұмытылмас есімдерді ұлықтау біздің парызымыз. Оқушылар, тапсырма орындаймыз, кестемен жұмыс. Ұлы Отан соғысының ардагерлері берілген. Сол ардагерлердің қандай дивизияда қызмет атқарғаны толтырамыз.